Mana biz aytib o'tirganmiz. Salmoq darajasida qizil burchda және де Qirg'iz balvoni endi biz aytib o'tiramiz, Aziya chempionatining qo'la жүлдегері жастар арасында әлем біріншілігіне қатысты жолы болмады. Дегенмен де Өзбекстан осы жарыста барын салуға тырысады. Бүгінгі таңда Ерлан Қырғызстанның бірінші нөмірлі балуаны осы салмақтағы. Екеуі ғана әзірге тек тіресіп жүр. Азбасаров та барын салуы, енді Азбасаров жастар буының өкілі. және келесі сайысқа дайындалады. Бұл салмақ дәрежесінде және Широз Очилов. мықты балуандар өкінішке қарай Қазақстанда да, Қырғызстанда да жоқ. Келесі сайысына дайындалады. Қазір 4 тағынға түседі, 1 ұпай беріліп отыр. Және келесі сайысына дайындалады. Манатбековке беріп отыр 1 ұпай. Және Нұржан Асан. Манатбеков қазір өз мүмкіндігін пайдалануға тырысады. Келесі сайысына дайындалады. Расул Тұрсынов. Біз айтып отырмыз ғой, Азия Келесі сайысына дайындалады. Расул Тұрсынов және Әділет Тілеубаев. Міне 4 тағында қазір айналдыруға тырысады. Манатбеков жоқ, айналдыра алмады. Абылайхан Азбасаров, міне жарайсың дейміз Абылайханға. Бұл қауіптен құтылды. Бұл салмақ дәрежесінде әрине біздің елімізде аса ауыр салмақта Георгий Цурцуме болған, енді Олимпиада ойындарында жүлде алған, әлем чемпионатында жүлде алған балуан. Нұрмахан Тыналиевті есімізде 3 бірдей әлем чемпионатында қола медаль иеленіп, 2 бірдей Азия ойындарын өтті, 2 рет Азия чемпионы атанған. Өкінішке орай әзірге ондай деңгейдегі балуандар бүгінгі таңда елімізде табылмай отыр. Сордың арасынан осында кімнің шығатын осындай жарыстар арқылы білетін боламыз. Қазір Абылайхан Азбасаровтың қарым-қабілетін байқап көрейік, біз айттық қой. Еліміздің белді балуаны Мансур Шадукаевтың өзін 9-1 есебімен Бішкекте өткен Азия чемпионатында биылғы жылы тас-талқан етіп ұтқан. Яғни 9-1 дегеніміз енді айқын жеңіс қой керек. Күрестің ережесі бойынша 8 ұпай осса балуан онда айқын жеңіс беріледі. Абылайхан Азбасаров әзірге ондай мүмкіндік бермей отыр, соған біз қуанып отырмыз. Қазір дәл осылай жалғаса беретін болса, бәсеке осы ұпайды қалайда Азбасаровқа қарсыласына тағы да 1 ұпай беріп қоймау керек. Әлімхан Сыздықов барды. Олимпиада ойындарына өздеріңіз жақсы білесіздер, өкінішке қарай. Жалпы саны 11 мемлекеттен келіп отыр. Бұл 11 мемлекеттен келген соң, бұл турнирдің мықты деген аңғартса керек. Қазір енді 2 балуан қайта тіреседі. Біздің жігітке қалай ай ұпай берік қойды айтпегенде, міне 2 ұпай берік қойды, 3-тен есебімен алға шықты. Егер сәл шыдағанда, онда 4 тағынға түсіреді қарсыласы. Сол кезде мықтылығын дәлдеуге тырысатын еді. Қазір көреміз. Осы жерде әдіс жасай алам екен Ерлан Манатбеков. Тағы 2 ұпай. 5-0. Мойнын ұстап алған, мықтап тұрып жіберер емес. Тағы 2 ұпай, 7-0. Жоқ, Азбасаров Абылайханның өкінішке қарай 1 раундқа ғана шыдады. Жетіден-0. Сонымен тағы да 2 ұпай беріліп отыр. Көріп отырсыздар 9-0 есебімен Ерлан Манатбеков, Қырғызстанның белді балуаны, біздің Абылайхан Азбасаровқа ешқандай мүмкіндік бермей жеңіске жетті. Ерлан Манатбеков, Қырғызстан. Б кілемінің
And the жеңімпазы winner of match B in Ерлан category Манатбеков, of Қырғызстан. 130 kilogram is wrestler Енді біз of match B